2008 жылы Кристал Лейк қаласында әйгілі және қорқынышты Джейсон Вурхизді ақш үкіметі тұтқынға алды. 2 жылдан кейін ол қаланың зерттеу институтында тұтқында отыр. Институт басшысы Руин оны криогендік мұзға қатыруды жоспарлайды. Криогендік машина дайын болғанша, Руин күзетшілердің бірін тұтқынды тексеруге жібереді. Ол жерге келген күзетші шынжырланған, үстіне ескі көрпе жабылған Джейсонды көреді. Бірнеше минуттан кейін зерттеу орталығына доктор Виммер сержант Маркуспен бірге келеді. Олар Джейсонды әскери базаға ауыстыруды көздейді, өйткені оның регенеративтік қабілеті армия үшін құнды қаруға айналуы мүмкін еді. Руин бұл идеяға қарсы, себебі Джейсонды бақылау мүмкін емес, бірақ доктор Виммер оны бәрібір алып кетуге бел буады. Ғалым тұтқынмен кездесуге барады, бірақ көрпені алған кезде астынан шынжырланған солдаттың денесі шығады. Бірден Джейсон пайда болып, топқа шабуыл жасайды. Солдаттар оған оқ атады, бірақ оқтар оған ешқандай зиян тигізбейді. Үміті үзілген доктор Виммер қашып құтылмақ болады, бірақ Джейсон гарпунға бекітілген шынжырын лақтырып, ғалымның денесін бөлменің арғы жағына қарай лақтырып жібереді. Айқайды естіген Руин не болғанын көруге барады, бірақ ол жарақаттан қаза тапқан сержант Маркусты ғана табады. Уақыт жоғалтпай, ол оның қаруын алып, төменгі қабатқа қашады. Джейсон оның соңынан қалмайды. Соңында Руин бір камераның ішіне тығылады, бірақ Джейсон оның соңынан кіргенде, оған оқ атып, криогендік машинаға қарай итереді. Содан кейін ол машинаны іске қосып, оның ішіне қамап тастайды. Бірақ ол қатып қалғанша, Джейсон мачетесімен машинаның есігін сындырып, Руинді жарақаттайды. Осының салдарынан машинадан криогендік сұйықтық ағып, екеуі де камераның ішінде қатып қалады. Ғасырлар кейін, 2455 жылы, жер қатты ластанғандықтан, адамзат жер 2 деп атаған басқа планетаға көшуге мәжбүр болды. Тірі қалған адамдар бастапқы планетаға құнды заттарды немесе тіпті аман қалғандарды іздеп, экспедициялар ұйымдастырады. Осындай экспедициялардың бірінде профессор Брэндон Лоу өзінің студенттер тобымен жер бір үйге саяхаттап, ескі Кристал Лейк зерттеу орталығын табады. Топ зерттеу жұмыстарын жүргізіп, криогендік камераға жеткенде, ішінен мачете ұстаған және хоккей маскасын киген жұмбақ адамды көреді. Олар сондай-ақ криогендік күйдің арқасында осы жылдар бойы денесі сақталған Руинді табады. Профессор Брэндон екеуінде кемесіне алып кетуді шешеді, бірақ Асраэль Джейсонды жылжытпақ болғанда, оның денесі құлап, мачете жас жігіттің қолын кесіп тастайды. Оған қарамастан, андроид оған лезде әсер ететін дәріні қолданып, кемеге оралғанда қолын қалпына келтіруге уәде береді. Бұл оқиғадан кейін топ Грендель деп аталатын кемеге, ғарыш шаттлымен саяхаттап, екі денені де жасушаларын қалпына келтіруге дайындалады. Джейсонды жібітіп жатқанда, Асраэльдің қолы қалпына келтіріледі. Ал профессор Руинді жандандыру үшін машинаны іске қосады. Бірнеше минуттан кейін жас әйел оянады, бірақ профессор Брэндон Лоуды көргенде қатты қорқып, оның бетінен шапалақпен ұрады. Сабырға келген соң ол нәрсе қайда деп сұрайды және оны тезірек ұстау керек дейді. Ғалым Руинді жылдар бойы криогендік күйде болғандықтан осылай болып тұр деп ойлап, оны сабырға шақырады. Ол Руиннің 400 жылдан астам уақыт бойы қатып қалғанын айтады. Бұл жаңалыққа Руин таң қалады, бірақ профессор оның қауіпсіз екенін айтып, топтан оны бір бөлмеге орналастыруды сұрайды. Бірнеше минуттан кейін Брэндон өзінің қаржы кеңесшісі Диетке қоңырау шалып, жер бірден 2 тірі қалған адам тапқанын айтады. Олардың бірі Руин, оянды, ал екіншісі әлі қатып тұр. Компьютердің мәліметі бойынша оның есімі Джейсон Вурхиз. Профессор бұл жаңалықтан жақсы ақша табамын деп ойлайды, бірақ Диет Джейсонның атын естігенде, оны Кристал Лейктегі әйгілі құбыжық екенін бірден таниды. Брэндон оған мән бермейді, топқа жасушаларды қалпына келтіру процесін жалғастыруды тапсырады. Ол Джейсонның денесін тексеріп, барлық мұзды еріту үшін машинаны іске қосады. Ол микроскоппен тірі қалған жасушаларды тексеруге барады, бірақ Джейсон оянып, жас ғалымға шабуыл жасайды. Ол өзін қорғауға тырысады, бірақ құбыжы оның басын ұстап, криогендік сұйықтыққа итеріп жіберіп, бірнеше секундта мұздатып тастайды. Соңында Джейсон Адрианда раковинаға басын соғып өлтіріп, енді ол қайтадан бостандықта. Зертханадан өткір мачете тауып алып, кемеден басқа құрбандарды іздеуге кетеді. Осы кезде профессор Брэндон Руиннің бөлмесіне оған тамақ әкелуге барады, және одан криогендік камераға қалай түскенін сұрайды. Руин Кристал Лейк зерттеу институтының басшысы болғанын және 2 жыл бойы Джейсон Вурхизді ұстағанын айтады. Ол оны әртүрлі жолмен өлтіруге тырысқан, бірақ оның регенерациясының арқасында жалғыз шешім оны криогендік мұзға қатыру болған. Барлығын естігеннен кейін профессор оны қалған топ мүшелерімен, соның ішінде қауіпсіздік қызметінің басшысы сержант Бродскиймен таныстырады.
Көп ұзамай Уилл пайда болып, Джейсонның денесінің жанынан тапқан тот басқан мачетесін әкеледі. Кристал Лейк қобыжығының да кемеде екенін білген Руин Брэндонға оның өте қауіпті екенін және оны тезірек тоқтату керектігін ескертеді. Профессор алаңдамауды сұрайды, өйткені ол зертханада қауіпсіз жерде ұсталған дейді. Дәлелдеу үшін Брэндон оны сонда алып барады, бірақ Адрианның жансыз денесін көреді. Ол сәтте Стоуни мен Кинзер жатын бөлмеде романтикалық сәттерін өткізіп жатады. Бродскийдің шақыруын естіген Стоуни не болғанын көруге кетеді, бірақ ол есікті ашқан бойда Джейсон пайда болып, оны мачетемен ұрады. Кинзер үрейленіп жігітіне көмектесуге тырысады, бірақ Джейсон жас жігітті дәлізге тартып әкетіп, оны сол жерде өлтіреді. Үміті үзілген жас әйел зертханаға қашып, Стоуниға не болғанын топқа айтады. Бұл жағдайға байланысты сержант профессорға және студенттерге екінші зертханаға кіріп, есікті құлыптауды бұйырады, ал ол және оның тобы Джейсонмен бетпе-бет келу үшін қалады. Кемедегі басқа бөлікте Асраэль мен солдат Даллас голографиялық бейне ойын ойнап жатады. Олар келесі деңгейге өту үшін бөтен ғарыш кемелерін жою керек еді. Кенеттен Джейсон ойын ішінде пайда болып, мачетесімен бөтен ғарыш кемесін және екі ойыншыны да жояды. Асраэль жігіттің оның ойынына кедергі келтіргеніне ашуланып, голограмманы өшіреді, бірақ Джейсон оны мойнынан ұстайды. Даллас тапаншасын алып, қобыжыққа оқ атады. Джейсон Асраэльді босатып, солдатқа шабуыл жасайды. Далластың қашатын жері жоқ, бірақ Асраэль қобыжықтың арқасына секіріп, оны қысуға тырысады. Алайда Джейсон олар ойлағаннан да күшті болып шығады. Ол Асраэльді ұстап, тізесімен оның омыртқасын сындырады. Бұл көрініске таң қалған Даллас Джейсонға оқ атуды жалғастырады, бірақ ол оның басын ұстап, қабырғаға соғады. Алыстан Бродский тобын шабуылдаушыны жою үшін жинайды, бірақ Брэндон оның тірі қалғанын қалайды, өйткені ол өте құнды тауар. Ол тіпті $500,000 төлеуге уәде береді, бірақ сержант тек экипаж мүшелеріне алаңдайды және оны бәрібір өлтіруге уәде береді. Барлығы дайын болғанда Бродский және оның солдаттары Джейсонды іздейді. Ақыры Даллас пен Асраэльдің денесін табады. Жағдайдың одан да ауыр екенін түсінген сержант топқа Джейсонды іздеуді күшейтуді бұйырады. Сол уақытта топтың биологы Крач өзінің өсімдіктерін күтіп жатқанда бөлмесінің ішінен шу естиді. Ол мұны елестеп ойлайды, бірақ айнаға қарағанда оның маскасының шағылысқанын көреді. Дәл қобыжық оны өлтіруге жақындағанда Бродский және оның тобы соңғы сәтте пайда болып, Джейсонға оқ атады. Крач қашып кетеді, бірақ атыс кезінде Джейсон да қашып кетеді. Қобыжықтың қайда кеткенін білмеген сержант топқа бөлініп, барлық жерді іздеуді бұйырады. Іздеу кезінде солдаттардың бірі Свен Джейсонның тосыннан шабуылына ұшырайды және мойнына соққы алып көз жұмады. Дәл сол кезде солдат Кондорда қобыжықты іздеп жүргенде, Джейсон оның алдынан шығып, мачетесімен шабуыл жасамақ болады. Алайда Кондор шабуылдан жалтарады және қобыжыққа қарсы шығып, онымен жұдырықтаса бастайды. Оның шеберлігіне қарамастан, қобыжық оны қолымен ұстап, темір барға лақтырып жібереді, содан соң ол қаза табады. Көп ұзамай Бродский Свен мен Кондорға хабарласуға тырысады, бірақ екеуі де жауап бермейді. Көп ұзамай топтың тағы бір мүшесі Гига әріптестерінің денесін табады, және ол сержантқа бәрін айтады. Ол Джейсонның артынан жалғыз кетуді шешеді. Алайда Гига да маска киген адамның соңынан барады, бірақ әріптестері сияқты Джейсон оған тосыннан шабуыл жасап, мойнына тікелей соққы береді. Көп ұзамай солдат Брикс Гиганың жақындап келе жатқанын көреді, бірақ оның жарақаты ауыр болып, серігінің алдында көз жұмады. Ашуланған Брикс Джейсонның жақындап келе жатқанын көріп, қаруындағы барлық оқтарды оған атып тастайды. Оқтар қобыжықты артқа қарай итеріп, ол үлкен темір зәкірдің үстіне құлайды. Зұлым жеңілді деп ойлаған Брикс Бродскийге бәрін айтады. Ол солдатқа өзі келгенше қарауылдауды бұйырады. Солдат алаңдайтын ештеңе жоқ дейді, бірақ ол назарын басқа жаққа аударғанда Джейсон орнынан тұрып, Бриксті бір соққымен екіге бөліп тастайды. Дәл сол сәтте Бродский солдатпен кездесуге жүгіреді, бірақ ол сол зәкірге ілінген солдат Кикерді кездестіреді. Бұл соңғы жоғалтумен сержант топтың жалғыз тірі қалған мүшесі болып қалады, және Джейсонды іздеуге тырысады, бірақ зұлым қабырғаның артынан пайда болып, оны ұстап алады. Сержант қарсылық көрсетуге тырысады, бірақ Джейсон оның денесіне 200-ді қадап, оны жерге тастайды. Енді бүкіл қорғаныс тобы жойылғандықтан профессор Брэндон, Руин және басқалары өз күштеріне сенеді. Джейсон бүкіл кемеде бос жүреді. Кенеттен біреу зертхананың есігін қағады. Барлығы оны Джейсон деп қорқады, бірақ бақытымызға орай есіктің арғы жағынан Крач пайда болады. Ол әрең құтылып кетеді, бірақ топтан барлық күзетшілердің қобыжықпен өлтірілгенін біледі. Брэндон басқа жоспарды ойлап, ұшқыш Луиге ең жақын ғарыш станциясы Соларисқа бет алуды бұйырады. Луи оған бағынады, және бағытын реттегеннен кейін ол кемені жарық жылдамдығына іске қосады.
Бірнеше минуттан кейін олар баратын жеріне жетеді және Луи станцияға қонуға рұқсат сұрайды. Ұшқыш оларға шұғыл медициналық көмек қажет екенін хабарлайды. Басқару орталығы кемеде не болып жатқанын сұрайды, бірақ Луи бірдеңе айтуға үлгермейді. Джейсон ұшқыш кабинасында пайда болып, тез соққымен ұшқышты өлтіреді. Зертханада профессор Брэндон Джейсонды жою үшін Соларис станциясында ауыр қаруланған солдаттар бар екенін айтып, барлығын тыныштандыруға тырысады. Алайда Луи жоқ болғандықтан кеме ғарыш станциясына жақындап келеді және оның шыны күмбезіне соғылады. Кеме Соларис станциясы арқылы бақылаусыз жылдамдықпен жылжып, бүкіл ғарыш станциясын жарып жібереді. Біреу зертхана есігін күштеп ашуға тырысқанда жағдай одан да күрделене түседі. Бірнеше секундтан кейін соққылар тоқтайды, бірақ Джейсон бөлменің арғы жағындағы терезеден пайда болып, ішке кіреді. Үрейленген топ дәлізге қашып кетеді. Кинзер қауіпсіздік есігін құлыптайды. Өкінішке орай, профессор қашып үлгермейді және Джейсонның қоршауында қалады. Ол тірі қалдыруын өтініп, оған көп ақша беремін деп уәде етеді, бірақ Джейсон тот басқан мачетесін алып, бірнеше секундтан кейін топтың қалған мүшелері дәлізде Брэндонның айқайын естиді. Тірі қалғандардың мүмкіндіктері таусыла бастағанда Крач ғарыш шаттлы арқылы қашып кетуді ұсынады. Ол үшін оларға заттар жинап кемеден шаттлға отын ауыстыра алатын тасымалдау аймағына жету керек. Барлығы бұл жоспармен келісіп, Джейсон өлтірген кейбір солдаттарды тапқан жабдықтау аймағына барады. Қаруларын алғаннан кейін топ екіге бөлінуді шешеді. Осы кезде Уилл және Крач кеменің ұшқыш кабинасына жетеді. Онда Луидің денесін жан-жақта шашылған күйде көреді. Барлығын тазалағаннан кейін Крач кемеден ғарыш шаттлына отын тасымалдау пәрменін іске қосады. Дәл сол уақытта Руин тасымалдау аймағына барады. Кенеттен тірі қалған сержант Бродскийді табады. Ол коммуникаторды қолданып, қалған топ мүшелерінен сержантты тасымалдауға көмек сұрайды. Уилл қоңырауға жауап береді. Руин Бродскийді тастап, Уиллмен кездесуге барады. Бірақ екеуі қайтып келгенде сержант жоғалып кеткен. Крач Уиллге ұшқыш кабинасына оралуды бұйырады. Сол кезде Джейсон ұстап тұрған профессор Брэндонның басы оның жанында пайда болады. Құбыжық Крачты тартып, оның басын электр жүйесіне соғып, оны толығымен жойғанша жалғастырады. Әріптестерінің айқайын естіген Кинзер үрейленіп, ғарыш шаттлына жетіп, ішінде өзін құлыптап тастайды. Дженесі әріптесінен есікті ашуды сұрайды, бірақ ол қатты қорыққаны соншалық ешкімді кіргізуден бас тартады. Көп ұзамай Руин мен Уилл Дженесаны табады, және жас әйел Кинзерді есікті ашуға көндіруге тырысады, бірақ ол бас тартуды жалғастырады. Алыстан олар қатты шу естиді және оны жақындап келе жатқан Джейсон деп ойлайды. Бұл Кинзерді одан да қатты қорқытады. Ол есікті ашудың орнына тетікті тартып, ғарыш шаттлының қозғалтқыштарын іске қосады. Мәселе мынада, ол әлі де кемеге бекітілген, және салдарынан шаттл кемемен соқтығысып, мыңдаған бөлікке жарылады. Олар жалғыз қашу мүмкіндігінен айырылып қана қоймай, Джейсон пайда болып, топқа шабуыл жасауға кіріседі. Содан кейін Уилл пайда болып, барлығын жаңартылған, соғысқа арналған кім нұсқасымен таныстырады. Андроид Джейсонды жекпе-жекке шақырады, бірақ жауап ретінде ол мачетесін оның денесіне лақтырады. Оның денесін көрген құбыжық мачетені алуға барады, бірақ кім жасанды әрекет жасап, Джейсонды бірнеше оқпен итеріп тастайды. Кімі қанағаттанбай оған қатты шабуыл жасай бастайды, және бүкіл денесін атқаннан кейін оны өлтіруге дайындалады. Алайда Джейсон берілмейді және оны бір тепкімен жерге құлатады. Оның басын кесіп тастамақ болғанда, тосын шабуылда Бродский пайда болып, пышақпен Джейсонды иығынан шаншып, андроидті тағы бір рет құтқарады. Кімі шабуылға қайта көшеді, және қаруларын қайта зарядтағаннан кейін ол қаскүнемнің қолын алғанша қайта атады. Содан кейін ол үлкен калибрлі қаруды алып, бірінші оқпен Джейсонның аяғын жұлып алады, содан кейін басын жоятын тағы бір оқ атады. Ақыры Джейсон жеңіліп, топ Бродскийді денесін қалпына келтіру үшін зертханаға асығады. Қысқа уақыт ішінде сержанттың жарақаттары емделеді, бірақ кеменің компьютері бүкіл корпустың зақымдалғанын және ағып жатқанын көрсетеді. Егер 30 минут ішінде ештеңе жасалмаса, кеме жарылып, барлығын ішке қамап тастайды. Бақытымызға орай, топқа апатты қоңырауды қабылдап, оларды құтқаруға келген Тимат атты басқа кемеден қоңырау келеді. Алайда, егер олар дер кезінде келмесе, кеме жойылып, Тимат экипажына да соққы тиеді. Топ басқа жоспар құруға тырысады. Руин ағып жатқан сектордан кемені бөлуді ұсынады. Егер бәрі ойдағыдай болса, кеме жұмыс істеуін жалғастырады, және олардың қашуға уақыты болады. Бродский секторларды қолмен бөлу үшін жабдықтау қоймасынан жарылғыш заттарды жинауды ұсынады. Топ оларды алуға асығады. Олардың білмегені, Джейсонның жойылған денесі зертханада қалады, және электр разряды компьютерді қайта іске қосады.
Осының арқасында жасушаны қалпына келтіру машинасы Джейсонды синтетикалық теріні пайдаланып, жойылған бөліктерді ауыстырып, қайта жандандыру процесін бастайды. Жақын жерде топ жарылғыш заттарды жинап, оларды секторға жайғастырады. Дүмпуден еш жинағаннан кейін олардың алдында жаңа жау пайда болады. Ол бұрынғыдан да күшті. Киборг түріндегі Убер Джейсон жаудың эволюциясын көрседе, Кинзер қаруын алып, Убер Джейсонға оқ атады. Бірақ оның жаңа қабығы әлдеқайда берік. Содан кейін андроид онымен қолма-қол күреске шығуға тырысады. Бірақ оның соққылары ешқандай зиян тигізбейді. Ал Джейсон кімінің басын жұлып алатын соққымен жауап береді. Уилл андроидқа көмектесуге тырысады, және Джейсон оны өлтіруге ұмтылады, бірақ Руин оның өмірін сақтап қалады. Барлығы шығуға қашады. Алайда Уилл Убер Джейсонның қолына түсіп, ол оған шабуыл жасай бастайды. Оның серіктестері қашып үлгереді. Басқа амалы қалмаған Дженниса дәліз есігін жабады, және өзін құрбан етіп, Уилл тұтандырғышты басады. Бұл бүкіл дәлізді жарып жібереді. Жоспар бойынша зақымдалған бөлік кемеден бөлініп, Джейсон ғарышқа лақтырылған сияқты. Кімі денесінен бөлінгенімен, Уилл оның басын сақтап қалады. Көп ұзамай Тимат кемесінің капитаны олармен қайта байланысқа шығып, кемеге жақындап келе жатқанын және жақында оларды құтқара алатынын айтады. Ақыры қорқынышты түс аяқталып жатқан сияқты, бірақ кибернетикалық қол қабырғадан өтіп, Убер Джейсонның әлі тірі екенін көрсетеді. Бұл тесіктен қысым Дженнисаны тарта бастайды. Ол еденге жабысып тұруға тырысады, ал Руин оны құтқару үшін қолын созады. Алайда Дженниса ұстай алмайды, және оның денесі толығымен жойылып, шағын тесік арқылы тартылып кетеді. Топ есікке жетіп, өткелді жабады, бірақ Джейсон кемеге кіріп, олардың артынан барады. Топ төтенше жағдай шығуға қашады. Онда Тимат кемесі көпірді орналастырады, олар қашып құтыла алады. Алайда кеме қозғалтқышының қуаты тез азайып жатқандықтан, шығу есігі ашылмайды. Сержант Бродский есікті сыртынан ашуға бел буады, және ғарыш киімін алу үшін техникалық қызмет көрсету бөлмесіне барады. Ол асығуы керек, өйткені Убер Джейсон тез жақындап келеді. Кемеден шыққан бойда Бродский қуат көзін тауып, жөндеуді бастайды, бірақ Джейсон топқа жақындап қалды. Бақытымызға орай, Уиллдің тағы бір жасырын қаруы бар. Руиннің көмегімен ол кімінің санасын кеменің компьютеріне қосады. Содан кейін андроид 1980 жылдардағы Кристал Лейк жазбаларын пайдаланып, голограммалардың көмегімен бөлмені лагердің көшірмесіне айналдырады. Жоспар іске асады, және Джейсон шатасады. Кім екі жас лагер қатысушысына айналып, қобыжық үшін жем ретінде қызмет етеді. Нью-Йорктегідей, Джейсон екеуін ұйықтайтын қаптарға қамап, пышақ салады. Бұл алаңдатудың арқасында Бродский кеменің қуатын қайта зарядтайды, ал шығу есігі ашылады. Тимат кемесі құтқаруға арналған көпірді орналастырғанда, Уилл Бродскийді кері шақырады, бірақ Джейсонның келтірген зақымының арқасында шаттыл жарыла бастайды. Голограмма жоғалады. Қобыжық алданғанын байқап, Руин мен Уиллге қарай жүгіреді. Олар көпір арқылы қашып кетуге тырысады. Алайда кім артта қалады, ал Руин оны құтқаруға асығады. Осы кезде Джейсон оларға баяу жақындап келеді. Капитан көпірді 10 секунд ішінде жабатынын ескертеді. Руин андроидпен оралады, бірақ Джейсон дәл оның артынан өтуге дайындалып тұрады. Алайда бір қол түймені басып, люкті жабады. Бұл Бродский. Содан кейін көпір ажыратылып, аман қалғандарды Тимат кемесіне қауіпсіз жеткізеді, ал Бродский Джейсонмен соңғы жекпе-жек үшін артта қалады. Тимат алыстаған бойда грендель жарылып, барлығы Бродский мен Джейсон жоқ болды деп сенеді. Алайда терезеден Руин және басқалар қобыжықтың оларға қарай ұшып бара жатқанын көреді, бірақ тосын шабуылмен Бродский оны тоқтатып, екеуі ғарыш арқылы ұшып кетеді. Олар жер 2-ге жетеді, және атмосферадан өткен бойда, олардың денелері температура мен жылдамдыққа байланысты жануды бастайды. Сол сәтте кемпингте отырған ерлі зайыптылар аспандағы жарықты көріп, оны атылған жұлдыз деп ойлайды. Ол жарық көлге құлап, жас жұп оны жақынырақ көру үшін сол жерге баруды шешеді. Алайда көлдің түбінде Убер Джейсонның маскасы батып бара жатады. Бұл бәріне қарамастан Кристал Лейк қобыжығының әлі тірі екенін, және бұл жолы ол жаңа планетада көбірек құрбандықтарды талап ететінін көрсетеді.